иә 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 Сол негізі және де осы кеше мен жай жіберген суреттерім аха мүмкін о жағы келешекте болар, оны енді о жағына араласпасам да болады, проблем жоқ. Қазір мен талабым осы, сіздер негізі осы енді Ингландта отырғандар елшілігі бұл мәселеге қалай қарайды деген сөзім ғой. 2011 жылы мен айттым ғой, келіп кеттім, бұны иә кездестім, айттым, иә аға, жарайды, өте жақсы, бұл ұсыныссыз деп. Сол мәселеге енді міне 2011 жыл 12 жылда өтіп кетті. Енді бір жылдан кейін мхм мүшел жаста болады, білесіз ғой. Енді қазір деген бір жылдың өзгерісі бұрынғы 10 жылдың өзгерісі ме деп ойлаймын. Сол себептен уақытты қазір бағалау білу керек. Не нәрсе болса, иә, тіпті болмаса маған айтушы еді сол ерболымыз, аға, мұнда осылай осылай орындай алмадым, осындай осылай, сол да жетіп жатыр еді маған. мхм Отрицательный результат мхм тоже результат дейді ғой, білесің ғой. иә 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 Иә. Сол Ереке, сіздер негізі қазақ тілі қоғамдастығы студенттермен негізі қандай байланыстасыздар? Жақсы байланыстасыздар ма? былай айтқанда қазір енді біз былтыр күз кезегінде осы елшіліктің 85% құрамы өзгеріліп сол біздің ротация бойынша Аха. қазіргі кезде енді жаңа нелерді орналастырып нелерді контактілерімізді енді жаңадан бастап жатырмыз. Мгм. Но негізі сіздерге мен ойымша ол контакттар табу, нету сонша қиынға түспейді ғой сіздер, өйткені деректер Мгм. банкі сіздерде бар ғой. Кім шетелде, кім Ингландта тұрады, бәрі бар ғой. Былай негізі байланыстамыз. Иә, Яғни байланыста болса. студент, иә. Енді сол себептен мен просто айтайын дегенім ғой, міне осы міне мен еш нәрсе еткен жоқ, міне жартақ парақ қағаз. Жатақ Мгм. парақ қағаз. Көріп тұрсың ғой, міне. Иә, Мен иә, иә. әдейі экономия жағын ойлап, чтобы қалтасына былай салатын болды. Кез келген. Мгм. Осыны істесе болды, басқа қажет жоқ па деп ойлаймын. Өйткені шет жаға түсіндірейін дегенім, негізі вообще өзің білесің ғой, бізде Қазақстанда ғана шығар бір осындай у-шу қалтырып, басқалар ешқандай проблема істемейді бұны. Просто Мгм. қазір біз IT саласынан өте тәуелдіміз. Өте Иә. тәуелдіміз. Енді түсінесіз енді. Ол тіл мамандарға әй сен қойшы. Мен айтайын дегенім ғой, 88 жылдан бастап мен тіл институтына барып айтатын, өзі шықпайтынды. Мынансынан басы 90 жыл, 91 жылдары 5-6 рет соны Степногорск қаласына жетіп келетінді. Өйткені Мгм. қоғамдық саяси клуб ашқанды айтып бар дейтін. Осы қазақ тіліне байланысты. Өкінішке орай көріп тұрсың ғой, міне сол заман келді. Сендер міне жастарсыздар, міне Лондонда келіп жатсыздар, міне шет жаққа түсініп жатыр жағдай. Дегенмен енді Қазақстанда да Құдайға шүкір қазір енді сондай серпін, үлкен серпін бәрі жетіп жатыр, міне. Каспийді айтайық, бәрі Каспиен қолданып жатыр, тугиспен де қолданып жатыр. Мына жақта сіздер Google Мапспен қолданып жатсыздар, иә, солай ма? Иә, иә, иә. Дұрыс, Енді дұрыс. сол себептен бұл технологияларды мен ойымша қалай жеңуге болады? Мен айтып жеңу емес, қалай қолданып қазақ тіліне бейімдеу болды, басқа. Соны осы біздің жастарымыз бұған үлес қосса екен деп ойлаймын осы. Там Мгм. осы Ингландта емес, біз мүмкін ақш-та да, мүмкін френчта да, енді Еуропа мемлекеттер ғой. Енді біз сөзіңізді керек, 2017 жылы мен сізге тіпті ашық айтайын. Ерлан Сағадиевті сіз білесіз ғой. Иә, 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 иә. Білесіз. Негізі ол кісі қайда қазір өзі? Шет жағасын білесіз бе? Не айта Жоқ, оны алмайсыз? қазір жоқ. Ну жарайды, бір Хабарым жоқ, шетелге кетті хабарым жоқ. деген да, Қазір мен қайда білмеймін, екен. ақш та ма не осында ма Ингландта. Соны мен 25 наурыз айында 2010 өзім көндіргенмін. Оның алдындағы нәрселерді айтпай қояйын. Оның қажеті жоқ просто. Ол кісі Иә. маған айтты, 2 жұма беріңіз. Мен оған сонда айтқаным, бар айтқаным. Осы клавиатура 26 неден. Ни шаг влево, ни шаг вправо. Ол алдында бір жыл бойы перепискамыз жүрді. Сосын шешім қабылдады. Маған ол қол не қалтасына былай столды айналып, бер айналып, маған 2 жұма беріңізші деді. Содан кейін Мгм. міне рухани Мгм. жаңғыру шықты енді. Бір кішкене бір 3-4 күннен көбірек болған. Сол, ал оның негізгі бағдарламаның несі өзі білесің, латын әліппесі болды ғой. Сол себептен міне енді мен ойлап қалмайын, мен бір түс көріп, маған тіл мамандары да сен әр жерде, сен ABC нетін бар болсын. Мәселе ABC нет
ол өзі аты да желі әліпби. Ол мен Қошқарбаев не бір Мырқымбаевтың әліппесі ме, ол ABCnet ол өз желі әліппесі сөздің ішті керек. Бүгін бәріміз желіде тұрып жатырмыз. Білесіздер ғой. Мгм. Оған қоса міне әлеуметтік желілер пайда болды, бірінің артынан бірі. Сол сол себептен сіз осыған таныссаңыз дегенмен сіздің ой пікіріңізді мен тыңдап кеткім келеді. Жай шет жағасын енді мүмкін фейсбукта болсын неге таныссаңыз шыққан шығарсыз, мен сосын алдын ала сізге жіберіп отырғаным ғой, хатымды да немді. Мгм. Сол сізге сөз берсем енді. Жоқ, оны сіз енді қазір елшіліктен қандай нені күтіп отырсыз? Біз не істеуіміз керек? Сіз Мен өзіңіздің талабым сол, ойыңызша. тек қана осы студенттерге кішкене жариялап, солардың как әлеуметтік желі сияқты бұған назар аударып талқыласа, мысалы транскодер бүгін вот қармеске көрсетейін транскодерді. Транскодер сіз көрген жоқсыз ба, беседке кіргізген жоқсыз ба? Жоқ, жоқ, көрген жоқпын. Енді сол өкінішті, енді бірақ сол үшін ғой мен айтып жатқаным ғой, қазір мен сізбен например жетіп барып Лондонға бүгін міне құдайға жетіп барып міне әңгімелесем, біз отырушы едік бостан босқа уақыт. Транскодер деген ABCнетте орналасқан. Мен тіпті керек болсаңыз, ол кез келген веб-портал сіздің көзінше көрсетеді міне қазір. Share screen қазір. Так. Сіз мені енді көріп тұрған жоқсыз ба, көрген жоқсыз ба? Қазір не шығып тұр ма? Көріп. Аха, ашылды. Аха. Экран шығып тұр ма? Шығып тұр. Жарайды. Онда міне қазір міне егемен қағаз. Мысалы егемен қағазстанға кірейік міне. Мгм. Егемен қағазстан өте көп загружаться етеді. Олардың сайттары да дұрыс емес. Өйткені картина, суреттер сала берген, мысалы Тенгриньюсқа кіресіз, басқа Нұркетке болсын, моментально загрузка жасайды. Біз ол уже сауатсыздық деген сөз. Оны ешкім оны не етіп жатқан жоқ. Кезінде 2000 жылы мен өзі анау Жас Алаш газетіне барғанда, сіздердің веб-сайттарыңыз мүлдем көрсетпейді. Оны PDF форматқа бір орыстың жігіті жасап қойыпты оларға. Ал мінекей, міне мысалы кез келген ход. Міне Абайдың несіне сілтемесіне кірейік міне. Қазір міне Абайдың сілтемесі. Міне көріп тұрсыз ғой, міне Абай мұрасы міне. Мгм. Ал міне көріп тұрсыз, енді латынша да оқи бересіз. Оқып жатсыз ба? Иә, оқып жатырмын. Аха. Міне соны айтайын деген, міне қазір мысалы оны мен айтайын деген, мен тіпті сіздерге жай басып жатырмын. Оны кез келген серверге орнатып қойып, кез келген шетелдегі біздің ағайындарымыз оқи береді. Қазақстан ішінде болады. Мгм. Бұны мен Қазмедиада, біз қазір білесіз, Атамекен несі президенті кім еді, аузымда тұрып, алла, жарайды енді ол Сахарянов, Қанат Сахарянов. Соның кезінде мен Қазмедиада істегенде 2011 жылы міне Аха. бір жылдан кейін ұсындым. Сол 17 жылға дейін істеп тұрды осы сілтеме. Олар сопровождать етті. Оғыз, который веб-группаны бастау қазір Америкада кетіп қалды міне. Атында өзі Корея фамилиясы қызық болғанда сол. Мен ойлаймын, бір кореянка ма, бір сондайша тағы. Жоқ, кәдімгідей, мен білмеймін енді ар жағында не бар. Корейский. Бірақ міне сол көп әңгіме. Знаете, ең қызығы. Пока мен администрацияға мені хатым жазып жүрген, ол өзі шеше салды да. Сілтеме лат деп қойдым, осылай жүре берді. Ал біздің Қазтаг, анадай информ, мен олармен қаншама дауластым, осы сөздің ішті керек. Сіздер дұрыс немей тұрсыздар. Транскодерді олар жай білесіздер. Бір әріпке біріне өте простейший жасай салған. Ол жарамайды. Ол
Енді мен антикоррупция комитетке дейін барғанына мен оны айтпай қояйын, оның қажеті жоқ па деп ойлаймын. Енді оны Малик Шпекбаев, қазіргі міне Олжас Бектенов, оларға дейін үстелдің үстінде болған әңгіме бұл. 3 рет кездескенде. Оны о жағы енді ол басқа сала. Мен сіздердің бар өтінерім, осы сіздер елшілік ретінде бұған тиісті дәрежеде назар аударып, және білесіз бе, Ингланд деген мемлекетте енді өздерінде сезетін шығарсыз, бұл сондай мемлекет өзі. Қажет жоқ па деп айтудың. Бір үлкен үлесі бар ма деп ойлаймын бұл дүниеде, бұл дүниеге. Сол себептен осында да міне үлкен университеттер бар. Құдайға шүкір біздің жастарымыз мында оқып жатыр. Осыған үлес қосса ма деп. Сол мен бар өтінерім осы. Мгм. Басқа ешқандай талап қойып жатқан жоқпын. Бар талабым жастармен ақылдасып, бұны одан да осы нетсе. Міне мен неге осы сіздерге шықтым? Кейін кезде, осы соңғы уақытта жуырда тіл мамандары тағы да бір аны 4-ші әліппе, мен сізге айтайын, олардың 4-ші әліппені ұсынғаны оны, өйткені мен жоғарғы сотқа дейін жаздым. Қазір міне кім еді, Аха. Жақып Асанов. Қазір міне сенатор болып отыр ғой. Иә. Сізге айттым, жедел түрде бұны тоқтатыңызшы. Барынша деді. Енді мен білмеймін, мен естідім, естімедім, әйтеуір біздің президентіміз Тоқаев мырзамыз, білесіз ғой, бір желтоқсанда 2018 жылы, или 19 жыл, өзі қазірді ұмытасың. Бұны тоқтатты ғой, білесіз бе? Бұны басқасын ету керек еді. Өйткені мен анда бар айтқаным, егер У әрпін біз Оға берсек, сонда ертең Европаны қалай жазамыз? Евроньюс Иә, қалай иә. жазамыз? Университетті қалай жазамыз? Көрдіңіз, Европа деген олармен кете береді. Евроспорт әне-міне. Біз сол себептен Иә, иә. деректер банк, Жиі қолданатын не ғой. өйткені біз деректер банкінің сыртынан тыс қаламыз. Ол ең үлкен мәселе болып тұр. Қазір бірдемені тапқыңыз келсе, сіз Душанбе, мысалы Душанбені сіз латынша жаза салсаңыз, бәрі шыға келеді. Көбінесе әрине инглишше, сөздің үстіге. Өйткені интернетте бір 80, да мүмкін 90% инглиш. Өйткені кез келген веб-сайттың несі, ең бірінші сілтемесі көбінесе инглишше болады. Оны түсіну керек, оны нету керек, және сөздің үсті керек. Мен мына жерге тағы да айтып кететін жөн. Біздің тіл мамандары Ахмет Байтұрсынның сөздерін әбден бұрып жіберіпті. Вообще инглишше міне біз ит деп жазамыз, доныз деп оқимыз деп. Мен оларға сұрақ қойдым, осыны кім айтты? Шында да Ахмет білмейміз дейді. Егер оны білмесеңдер неге жазасыңдар? Мен тіпті ол сөздерге тауып алдым, рефератты. Өйткені Ахмет Байтұрсын сол уақытта инглиш тілін білуі мүмкін емес. Өзіңіз біліп тұрсыз енді. Иә, Бізге иә. тек қана 90 жылдан кейін мүмкіншілік пайда болды оқу. Өйткені мен 88 жылы Canadian Tribune газетасын жаздым. Өйткені неге ол ең арзан болды Совет үкіметінде. Соны жазып оқыдым, инглиш тілін нету үшін. Ал жарайды, әңгімені мен әрмен қарай жалғастырайын. Мен неге міне көріп тұрсыз ғой. Міне тіл мамандары не ұсынып жатыр? Біз клавиатураны өзгертуіміз керек деп. Міне мен 2007 жылы Түркияда болғанда, нанас онда интернет клубта ғана болатында. Интернет клубқа кіріп, хотмал дейтін немді тексере алмадым почтам. Өйткені ол кездері сотовый телефондар білесіз ғой. Енді бәрінде болмады. Сол себептен мені хотмал дейтін, неге деп, сосын интернет клубтың жетекшісін шақырдым. Ол мына ай әрпін, олар өз әрпін кіргізіп жіберген. Бұл код парағына байланысты. Егер код парағына байланысты болса, біз даже 20 даже налардың ұсынып отырғанын біз даже мүмкіншілігін пайдалана алмаймыз. Ол бізге үлкен кедергі жасап быт шытылады. Және де одан да бір қызық. Олардың жаңа ұсынған клавиатурасы, мен білмеймін енді, қазақ беспонтовный қазақ деп айтады ғой, біз өйткені бұны айфонға да ұсыныпты. Оларға мен міне Министерство цифрового развития, мен оларға қойып атсам, сол сұрақ, мынаны қайдан алдыңдар деп, мынандай нені. Олар білмейді мүлдем. Сосын әйтеуір мен қызымда, күйеу баламда олар немен
ой, Apple мен қолданғасын еді машина. Міне солар тауып беріп отыр маған. Міне қайдан алған деп. Мен сонда түсінбеймін. Неден, макбуктан ба? Макбук? А, иә, Макбук па? макбук, иә. Олар өйткені американскесін сол макбук қолданады. Өйткені мен өзім Мгм. сөзіңізді керек өзі сездім. Осы тым алысқа созылады ғой деп. Әді екі қызымды сол IT мамандығына жібердім. Олар біреуі Американы бітірген, біреуі осы неде, Ингландта бітірді. Аха. Міне солар қазір міне олар міне мынау транскодерді разработать етіп берді. Бірақ олар білесіз ғой енді қыздар олар мүмкіншіліктері шектеулі. Біреуінде үш қыз бар, біреуінде үш қыз, біреуде ауырады, біреуде нетеді. Білесіз, өз сөзіңізді керек. Қазір міне ал студенттер олар өте мүмкіншілігі зор адамдар. Міне қазір мен сізге көрсетейін міне. Клавиатура қайда разработка жасады міне. Міне Ербол, мен сонымен міне. Көріп тұрсыз ба? Көріне ме? Міне клавиатура. Иә, иә, иә. Я Аха. міне мынау андроидқа жасалған, оны плей маркеттен кез келген адам оны орнаталады. Бірақ бұған да доработка керек еді. Мен қызыма қазір енді талап та қоя алмаймын. Олар папа, мен уже мүмкіншілігімше істедім, уақыт жоқ деп. Екеуі де қазір бетін бұрды. Енді білесіздер, мен Астана ТВ дейтін сайтымды қанша 18 жыл бойы соны көтеріп жүрдім. Мен қарымшы 2000 жылы мен соны доменға сатып аламын деп $500 төледім. Ақыры не керек міне? Далада қалды анау Нұрсұлтан дейтін. Ауыстырғанда мен шаршадым, қойшы деп уже. Міне. Қарсу Астана ТВ сайтымды 18 жыл бойы сопровождать етіп, оған төлеп, оны нетіп. Міне. Осы қыздарым жасап отырды. Ақыры не керек мында? Мен айтқан жоқпын. Сол ал болашаққа, енді болашаққа мен Айнұр Қарбозова ойлап қалмадым. Мен болашаққа алдында біздің Саясат Нұрбек те болғанда болашақ осыны нетемін. Айнұр Қарбозова болды, қазір білесіз ба? Қарбозова білетін шығарсыз енді мен ойымша. Иә, иә. Ол қазір міне біздің казгюаға кетіп қалды. Оларға да осылай талап қой. Давайте көріп осы Zoom арқылы нетейікші. Немен дегенше міне Айнұр да кетіп қалды. Мен сол себептен тек қана барды Ербол Ереке бар қойып жатырмын талабым осы сіздерден, тек қана осыған бір үлес қоссаңыз, осыған жеткізсеңіз. Сосын біз бір не болмаса Лондонда бір кездесейік студенттермен осындай бір дөңгелек үстелде. Бұны елшіге Енді жеткізсеңіз, жеткіз бір шешіліп тұрған мәселе, шешіліп тұрған бұдан. Бірақ әрмен қарай енді техникалық мәселелерді мен білемін, тағы да неше жыл. Оны енді сырттан тыс әңгіме деп біз былай не бір дербес ұйым емеспіз ғой. Біз мемлекеттік орган, сыртқы істер мен министрлігінің білемін. жүйесіндегі, иә. Сол. Енді өзіңіздің ұсынысыңызды тек қана Қазақстанға, орталыққа сол Саясат Нұрбек басқарып жатқан министрлікке, сосын неге министерство цифровизацияға соған хат ресми түрде жеткізсек, Жақсы солардан болушы иә, солардан немізді ұстанымды алуымыз керек, келісуіміз керек. Андай бір дөңгелек үстел ұйымдастыру үшін, сол жастардың арасында, студенттердің арасында соны тарату үшін, түсіндіру үшін. Біз оны жеке басымызбен оны істей алмаймыз ғой. Оны обязательно сол уәкілетті мемлекеттік органдармен келісуіміз керек. Мен түсінемін кім Ереке. Бұл жағдай белгілі болыпты. Себебі мысалы тіл комитеті бізде 30 жыл бойы. Кім еді ой, аузымда тұрады да, Астана тіл департаментінің несі бастығы болған. Аузымда тұр сол келіншек. Мені мысалы айтып жатыр, міне дәл астында мен Астана тұрған белый ветер астымызда. Сөзін қызық болады міне. Оларда міне Windows операционный система тек қана орысша. Я говорю, не орысша. Ну тогда хотите английский, ағылшын версиясы, пожалуйста, проблем жоқ дейді. 64 мың теңге төлеңіз деді сол уақытта. Олар моно тілді Қытайдан заказ береді ғой енді. Осындай ноутбуктар келеді. Моно тілмен келеді. Орыс тілді. Уже ориентированный.
Son septiz. Tepti kerek bolsanız onu көп bile koymaydı. Windows'ta tepti zandı türde bizde orus tilde propis etken. Anasız mı? Hı hı. Armanlara endi әңгіме білесің бұны біреу түсінбіз. Бірақ Hı hı. бірақ қарап тұрсаңыз Windows'тың мысалы Пакистан, Индия, андай мындай бәрін айту, Малайзия, Индонезия мысалы ең үлкен мұсылман мемлекеті. 240 миллион. Бәрі инглиш тілінде. Даже мен Нигерияға деп естіп тұрған ғой. Иә, иә, иә. Неге Африкада олар сондай кішкене экономикасы? Олар да қазір инглиш тілінде несінде нетіп отыр. Бәрін бейімдеп. Және өзі қарап тұрсаңыз Ингландта көп. Мен жай сөйлесіп қаламын міне. Сол сен қайдан десем, Найджерия деймін. Қалай осы? Енді білесіз. Сол себептен бізге енді не керек? Бізге қазақ тілінің өзі бейшара жағдайын білесіз енді. Бізге просто әлемге жедел түрде бейімделу керек. Бұл әлемде білесіз ғой енді стандарт пен сапа билейтін заман. Сол себептен одан біз тыс кете алмаймыз. Бұны түсінуіміз керек. Әрине, мүмкін тіл мамандар ойлайтын шығар. Біз түркі тілдес халықпыз, бізге анау керек, бізге мынау керек. Бірақ мен тағы да айтайын, 93 жылы Өзбекстанды білесіз, олар не көшті. Бірақ 97 жылы осы ABC-неттің бірінші версиясы солардың шыға келді. Оны марқұм Сұлтан Наразалин енді куәгер болушы еді, бірақ енді жатқан жер жарық болсын, және басқа да кісілер куә ғой енді. Оны тоже қосылуының қажеті жоқ па деп ойлаймын. Сол себептен мен өз сөзін сөйлеген мен президенттің Өзбекстан президентіне осы ABC-неттің соңғы нұсқасын 2 рет хатта жаздым. Олар аударса екен деп. Аны Digital Bridge 2022 өткенде мен Өзбекстан фильмін көрсеттім. Өте ұнап қалды жас жігіттерге. Жеткіземіз енді, бірақ оларды енді білесіз ғой, оларда субординациялар бар, нету, әне-міне. Иә. Енді бірақ және ол басқа мемлекет, біздікі тек қана ұсыну, жеткізу, және басқа мен оларды талап қоя алмаймын. Ал енді қазақстан болғасын, осыны сіздер ескертіңіздер деп. Бізден де сол енді қолымыздан келетін, сол сіздің сауалнамаңыз негізінде біз тек қана сол тиісті ресми хат дайындап қарастыру үшін осындай жоба бар екен, осындай автор бар екен, соны қарастыру үшін жібере аламыз. Сосын енді түсінемін. Сөзіңізді мына жерде бөле кетейін. Мен түсінемін, ондай хат жібереді, бірақ дегенмен сіздердің де өз viewpoint дейді ғой енді, өз opinion білесіздер ғой енді. Ол өз нелеріңізді енді осыған кішкене қоссаңыздар. Өйткені олар да ойлайды, иә, енді елшілік нетіп отыр, бірақ олар жай ғана менің хатын жеткізіп отыр деген болмасын деген сөзім ғой. Өз ой пікірлеріңізді қоссаңыз, сол үшін ғой мен айтып отқаным, міне осы студенттермен кішкене болса да сіздер жеткізіп, талқылап, сосын жақсы болушы еді деген сөзім. Сол мен. Иә, біз жақсы. Енді сіздер мемлекеттен келсіздер. Мен де айттым ғой міне, жаңа алдында. Кейбір мемлекеттік нелер енді айтып, ай сіздер бостер, сіздер ауыздарына не келгенше сол айтасыздар. Біз мемлекеттік адамдарды біз ондай құқымыз жоқ дейді. Айналайындар, біз сіздерді енді салық арқылы біз ұстап отырмыз. Сіздер сондай ұсыныстарды жай қарапайым халықтан гөрі сіздер ондайды алдын ала білу керек деген сөзім ғой. Иә. Иә, соның қазіргі сол жұмыс жүріп жатыр ғой енді, сол алфавитті несін сәйкестендіріп, жақсылап несі. Өкінішке орай, мен екі недемін. Біреу тіл комитетінің несінде тобында, біреу тіл институтының тобында. Өз сөзінші керек, мен өз как активныймын, сол жерде мен ойлаймын кейбір кезде. Енді оны ол басқа әңгіме. Енді бар тірлік, кеше мысалы Шағида ма, сол бір атты, анасы 3-4 сағат бойы талқылап жатыр. Мен түсінбеймін. Міне нансаздан басады, мен оларға әдейі жібердім міне. Қазір инглиш тіл мамандары осы үлкен неде. Осыдан 9 жыл бойы сол ютубта таққан. 20 жыл бұрынғы инглиш дейді. Қазір как мусорға айналып жатыр дейді. Талап, тілдің де
әр уақыттың талабы, тілді дамытқан сайын тіл өзгере береді. Сол. иә. Енді солай деп ойлаймын мен. Сіз қалай ойлайсыз? Жоқ, мен де келісем, сол ауысу керек. Ауысу керек, ол дұрыс. Сол енді қазір сол зерделеп жатыр ғой. Тағы да асығыс болмасын деп. Дұрыстап президентіміз айтты ғой. Как говорится, несін. Дұрыстап сол алфавитімізді көшіруіміз керек. Оны білесіз бе? Мен бар айтайын деген, мен ұсынып отырғаным, ой, тағы да мұны әліпби өзгертудің қажеті жоқ бізге. Үшінші версия біздің елбасымыз Жолденкен Назарбаев мырзамыз қойып кетті ғой үшінші нұсқаға. Соған тек қана кішкентай өзгерту деп енгізу керек бұны. Оның қажеті жоқ. Я үшінші нұсқа. Оған тек қана кішкентай өзгерту болды. Оны тым афишировать етудің қажеті жоқ. Және біз латын әліппесіне көштік пе, көшпедік, және тағы да оның қажеті жоқ. Ондай сондай бір не жасап, бір көрші үкіметті заландырғандай болып, қажеті жоқ ондай істеп. 2016 жылы мен әбден электронды үкімет зерттегенде айтып кеттім, не істеп не қою керегін. Жазып та кеттім бәрін. Электронды үкіметті ешкім қазақша кірмейді. Сіз бір Қазақстанда сөзіңіз керек. Бір сонда бір оператор тауып беріңізші, қазақша жұмыс істеп жатқан. Қазақша істегі сервис жасайтын. Жоқ. Мүлдем де болмайсыз. 94 жылы мен банкте мен перепис еткенде программаны қазақшаға. Бірақ мен сонда ескердім әдейі. Сол тек қана қазақша жұмыс істеп, орыс тілі тек қана хелп ретінде. Өкінішке орай мен өзім жұмысынан дайындалдым. Мен енді өкініп жатқан жоқпын. Өкінішке орай деп жай просто әрмен қарай жалғасуды. Сонда маған айтқаны ғой, пускай Назарбаев занимается казахским языком деп. Сол себептен бұған білесіз бе, Министерство цифрового развития түгілі бәрі бүкіл министрлікте бұған назар аударған жөн ба деп ойлаймын. Ол мемлекеттік тіл, үлкен олар мемлекеттік орындар болса, мекеме болса, неге олар мемлекеттік деңгейде как раз тіпті осыған тиісті дәрежеде назар аудармайды. Тіпті мына министерствомен переписканы сізге көрсетейін. Стратег фишкасында, фишка білесіз ғой енді, әрбір министрдің фишкасы. Иә. Сонда стратегияның орнына стратегия деп жазып қойды. Анады. И жарты жыл бойы екінші хат алдым. Тура сондай қатемен фишкасын өзгертіп берген. Мен оны керек болса жіберейін сізге. Болса жай мәселелерге алаңдатқызғым келмейді сізді. Бар өтінерім осы студенттермен осыны жай сілтемен жіберіп, жай ақылдасып көрсеңіздер, олардан қандай не болады, сосын бізді Мусин мырзаға, Саясат мырзаға, міне Нұрбек мырзаға тиісті дәрежеде хат жасаңыздар. Сол бір өтінерім. Ол бірінші біздің қадам болсын. Бірақ мұны жақсы, ұсыныс ретінде, я сіздің сауалнамаңыз негізінде. Жақсы. Жарайды онда, Ереке, өте рахмет. Жақсы. Бір сұрағым бар еді, сіз өзіңіз Оксфордта дедіңіз, сонда жұмыс істеп жатырсыз ба? Жоқ, мен ештерде жұмыс істемей жатқан жоқ. Мен өзім ойландым, осы мен пенсияға дейін, осы мәселе пенсияға апармаса деп, міне уже 1,5 жыл міне пенсиядамын. Қазір уже тұрақты түрде тұрып жатырсыз ба сонда? Жоқ, тұрақты түрде емес, бірақ ұзақ уақытқа виза алдым. Түсінікті. Қашаннан бері қашан келдіңіз? Түсінбедім. Қашаннан бері осындасыз? Қашан келдіңіз? Уже 1 айда. 1 ай болды ма? Иә. Визаның мерзімі? Виза мерзімі 2 жылға алдым. 2 жылға? Жақсы. Жақсы, онда Жаке, танысқаныма қуаныштымын. Сол өзім айтқандай, сіздің сауалнамаңыз негізінде тиісті хат жібереміз сонда. Рахмет, мен 10 минуттан кейін немізде бітеді екен. Жақсы. Онда байланыста болайық, сол имейл мен телефон арқылы. Жақсы. Бұны енді менің ойымша тиісті дәрежеде болу үшін елшіге жеткізсеңіз.
жеткіземіз. Мен Сол ойымша елшіге елші көрсетіп, болғанда обязательно елшіге көрсетіп, сол хатқа мен қолын елші қояды ғой. енді Ерлан Идриспен мен өте көп Обязательно хат дейді. жазып едім. Енді оны білесіз, қандай неде кеткен, ол өте сондай сауатты адам болса да, бірақ енді сондай қазақ тілі жөнінде айтқан нәрселер енді тиісті дәрежеде болмады. Мгм. Біз Сарыарқан жігіті, Көкшетаудан, менің ойымша. Жарайды енді, аман болайық. Иә, Мен басқа жақсы. жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз.